Ұстаз, мысалы, кейде айлығы жетпей қалады тамаққа. Сол кезде Каспий рет деген бар рет. Соған тамақ алу күнә ма? Бір адам бір енді кінә дейді негізі. Айтады да. Тамаққа жетпей қалғанда алып жей берші. Бір кейде сондай сұрақтар табасыздар да, вообще бір күнә істемей, бір Африкада ма джунглиде тұратындай, Сахара Такламаканда тұратындай, Қытайдағы Такламаканда тұратындай сөйлейсіздер да кейде. Вообще күнә көрмейді, харам дегенде бүйтіп қарап, харам дегенде бүйтіп қарап. Бір күнә істемейтін екі адам вообще әйел көрмеген ғой, андай қысқа юбкамен былай шаш ашылған әйел көрмепті екеуі. Сосын екеуі жолға шығыпты, бір қалаға барып келейік депті. Бір-бірін айтты, көрсек бүйтіп бетіміз жауып жүрейік, астағфирулла деп. Сосын екеуі жүріп келе жатыр, әйел жоқ. Бір уақытта біреу субханалла депті. Сөйтсе анау қайда деп іздепті ғой. Сол сияқты сіздер бір өмірде бір күнә істемей, вообще бір сондай кеше ғана гитара сияқты да. Айналайын, өзі әр нәрсе жөнімен болады ғой. Дұрыс, біз сенің жағдайың жақсы болып тұрса, саған ешкім кредитке кірмейді, жетіскеннен ешкім кредит алмайды. Сұрақтың өзі айтып тұр, тамаққа қиналу, тамақ жоқ дейді. Шариғатта керек десеңіз процент тамақ алған адамға жүрмейді. Аштан өліп баратқан адам ешкім қарызға ақша бермесе, онда міндетті түрде жанын сақтау үшін процент алуға болады деген шариғаттың үкімі бар. Ұстаз, мысалы, неке жүзігін әйел адам алтынын, еркек күмісін тағып жүрсе, қалай болады ғой, негіз болмай ма? Болады. Бірақ еркекке вообще таққан жақсы емес. Еркекке енді 4 әйел алуға болады ғой, енді шариғат бойынша білесіздер. Сонда 4 әйел алса, мысалы алса, қош айтқанда допустим дейді ғой енді. Мысалы алса, қалай тағады сонда? 200-лікті бұлай таған ба? Жоқ, 4-1 саусаққа таған еркек. Ондай жоқ жан. Еркекке жүзік тағу вообще жақсы емес. Еркек сияқты болу керек. Кеше Ганвес сияқты қарады мен өзі. 6-шы саусағы болса, 6-шы саусағына кейін деп тұр Ганвестің. Ганвесті қарадым да, Ақтаудың баласы екен. Алла разы болсын, енді мұсылман бала ғой, енді дінге келсін. Еркекке тақпаған дұрыс. Еркек өзі еркек сияқты болу керек. Енді қатты құмар болып, әйелі қырғын шығарып, үйде шум болып, төбелес болып жатса, иншалла. Онда күміс тақсан болады. Нұрсұлтан, тақсан болады күміс. Әйелін қырғын шығарып, или өзің ұнаса, мысалы сен ұнаса, проблема жоқ. Кім ол Ганвес деген, ой, сонда бір, жаман, Ганвес деген. Қиындау екен. Көрмей ақ қой жан. Ұйықтай алмай шығасың, бабай. Содан кейін сол кіргенше дем салу керек болады. Кеше ана екі ініміз, бауырымыз, не жерге дем салып қойасыз ба деді ғой. Ұстаз, мысалы, ютубтан сүре қойып, үйде тазаласа бола ма? Жоқ, оны ютубпен тазаламайсың үйде пылесоспен тазалайсың, спырғышпен тазалайсың. Үйге Құранды просто ютубпен қосып қойғаннан ештеңе тазаланбайды. Ол кішкене қате түсінік. Сол ютубтағы бір сүрені оқысаң, өз аузыңмен, Бисмиллахир-рахманир-рахим десең, соның өзі біраз тазалауға алып барады жан. Құр қойып қойғаннан пайда жоқ. Мысалы, асмр ма, сондай нәрсе бар. Тамақ ішеді, оны жазады бүйтіп, шөлпілдеп жейсің да, соны жазып аласың. Немесе соны жазасың да, соны қарны ашқан кезде жаңағы записті қойып қойсаң, қарның тоймайды жан. Қарның ешқашан тоймайды. Мысалы, сен тамақ ішіп жатқаныңды, кафеге барып, ресторанда отырғаныңды запис қылып ал. Полный запис қыл да, соны қарның ашқан кезде тамақ ішпе. Просто ютубқа қарап отыр записке. Или жаңағы ютубта тамақ ішкендердің видеосын қарасаң, қарның тоя ма? Қарның тоймайды, ол запис болады. Тура сол сияқты сенің жаңағы видео записің. Сосын, ұстаз, көңіл айту қалай болу керек? Қайтыс болған адамға көңіл айту. Жақсы сұрақ, Алла разы болсын. Өте тамаша сұрақ, нағыз қойылатын сұрақтың біреуі осы. Көңіл айту ең бірінші сөзбен болады. Иманды болсын, Құдай жарылқасын, келіп көңіл айтасыз. Бізде аты жоқ, жөні жоқ құшақтауды қойыңыздар. Осы қазір бізде құшақтау бар. Мына тек қана жақын адамдарды ғана құшақтайды. Еркектер еркектермен болады. Оның өзі қауіпті болып тұр. Қазір анандайлар шығып отыр ғой, анандайлар. Сондықтан опасный болып тұр. Қазір еркектермен құшақтасудың өзі бара-бара. Мынау айтайын дегенім,
еркектерге әйелдерді құшақтап, әйелдерге еркектерді құшақтағаны керек жоқ. Әшейін қасына тұрып, иманды болсын, Құдай жарылқасын, о дүниесін берсін, сабыр берсін деп айтқан дұрыс болады. Ағайын, жақын, туыс, бауырлар бір-бірімен иық қағып құшақтасса бола береді. Ал енді шалдар, үлкен кісілер, немесе жастар келіп үлкендердің бәрін бас жоқ аяқ жоқ құшақтау бөтен. Достардың үйінде ол қажет емес нәрсе. Ұлдарды, қыздарды құшақтаған келмейді. Енді еркектер көріседі, көрісу бар. Көрісу деген құшақтау емес. Ұстаз, күйеуі насыбай атады. Енді соған бірдеңе де жіберсеңіз. Маска киіп жүріңіз. Үйдің ішінде. Аузың сасық деп. Не істейсен басқа? Өзіне Құдай ақыл берсін, не істейген. Лас, сасық нәрсе. Әшейде боқ жемейді, адам. Боқ же десең боқ жемейді. Бірақ насыбай негізі тауықтың боғынан қосылады кішкене. Енді ас болсын, өзіне ұнап атқан шығар, не істейсің? Ұстаз, жай намазда біртүрлі суреттер болады. Бірді көрген кезде бірдеңенің түріне ұқсап кетеді. Сондай жай намазда оқуға бола ма? Біртүрлі суреттер болса, үйдегі жай намазда сондай шайтанға жаман ойласады. Кейде бір жай намазға қарасаң, мынандай бір мүйізі бар, анаконда бір нәрселер шығады. Оны бүйтесің. Ондай вариант жақсы. Платочек бар ғой, мұрын сүртетін платочек. Соны аласың. Жаңа сурет шыққан жерге бүйтіп қоясың. Соны осының үстіне оқи бересің. Егер ұмытып кетсең, бүйтіп оқып тұрған кезде мына жерден шайтан, жаңағы Николай Басковтың суреттері көрініп қалса, бүйтіп жаңағы Джаконданың суреттерінің картина бар, Джаконда деген әйел. Сол Джаконда көрінсе, онда мына жерде көрініп тұрса, көзіңді кішкене былай қарап оқи берсең бола береді, ештеңе етпейді. Ойың бұзылып жатса, былайырақ қарап оқи берсең болады. Или мына жер болса, бүйтіп стенаға қарап оқи берсең ештеңе етпейді. Тек қана макрух болады, аспанға қарау. Аспанға қарама, бүйтіп алдыңа қарап, стенаға қарап оқи бер. Именно саған қарап Джакондан тауып алма сенде. Баяғыда біреу айтады, ана жаққа қарасам крест, мына жерге қарасам крест, мешіттердің есіктердің бәрі крест, мешіттің минбарына қарасам крест, мен анау тұрып сөйлейтінім бар, сөйтсем мына жерде де крест, барлық жерден крест көреді екен да өзі. Бүйтіп тақия кисең, мына жерде де крест, барлық жерде крест. Соны айттым, сен крест таба беретін бала екенсің десем, иә дейді. Сен бүйтедім, сен штанды шешіп оқы дедім, шалбарыңды дедім. Неге дейді? Шалбарыңның ауы да крест. Мына жағынан тігілген, еще алдынан артынан тігілген. Кресттің көз сөз жері дедім. Онда сен шалбар шешіп жалаңа бір тоқу керек болады ғой. Онда болмай қалады. Сондықтан ондай сөз жоқ жаным. Ойлана, накручивать етіп айландыра берме бәрін. Өмірде ешқандай қызық қалмай қалған кезде не істеуге болады осы? Күйеуге шығу керек. Музыка тыңдауға қызықтың бәрі күйеуде. Күйеуге шықсаң қызық болады. Қазақ айтады, күйеуге шыққанға түн қызық, малы барға кеш қызық дейді. Таң қызық дейді. Ұстаз, дикий қабан харам ба, харам емес па? Дикий қабан, не дикий қабан, добрый қабан, дрессированный қабан, ақылды қабан, умный қабан, сөйлейтін қабан, үйдегі қабан, даладағы қабан, сникерс, кока-кола ішетін қабан бәрібір харам. Неге? Өйткені оның жаратылысы полностью әуел бастан харам. Ол жегеннен емес. Біреулер бүйтеді, ол дикий, ол далада тамыр жейді, үйдегідей мусор жемейді дейді да. Ана балшыққа аунамайды дейді. Разница жоқ. Сен оған бешбармақ берсең де ол арам. Оның полный жаратылысы арам. Сол үшін жеуге болмайды. Дикий, не дикий роль ойнамайды ол жерде. Добрый болса да даже. Сөйлейтін қабан болса, добрый утро деп тұрса да бәрібір арам. Жеуге болмайды. Біреулер сондай шығарып атты. Ол дикий ғой деп. Үйдегісі арам, анау арам емес дейді, жоқ, арам. Сосын түнде нанды үзуге болмайды дейді да, сол болмай ма? Дұрыс. Жеп бітіре алмайсың, оның себебі. Жеп бітіре алмайсың, соңын түнде нан жесең, түні бойы ауырып шығады асқазаның, соны семіріп кетесің бұлшиып, сондықтан ол дұрыс емес. Кешке нан жеме вообще. Жатып ұйықта жаным. Ұстаз, креветке жеу харам ба? Креветке. Жей беріңіз. Көп болса бізге беріп жеңіз. Харам дегендер жемей ақ қойсын, біз жей береміз. Өзімізге көп болады, онысы да қымбат ол. Жей бер жаным. Ұстаз, көп адамдар айтады, мысалы, футболкамен намаз оқуға бола ма? Футболка киім, жаңа жеңі жоқ футболка киіп. Болады.
Енді былай ғой, біздегілер тисе береді, футболкамен оқуға болмайды, тақиясыз оқуға болмайды, былай істесең болмайды, олай істесең болмайды. Өзі намазға жаңадан келген адам, өзі намазды үйрету проблема болып жатқан кезде біздікілер былай жүрсең болмайды, былай демалсаң болмайды, футболкамен болмайды, тақиясыз болмайды, жалаң аяқ оқуға болмайды, мынандай істеуге болмайды, мынандай істеуге болмайды деген, бұл бәрі жай нәрсе. Дұрыс, бар нәрсе, бірақ бұл кімге керек? Анау өмір бойы намаз оқып жүргендер қарқы басын соны. Біз өз жаңадан бастадық, мен қанша куәсімін. Жаңадан намаз бастаған адамдар анау айта береді, мынау ақыл айта береді, бүйтсең болмайды, үйтсең болмайды. Бір күні тұрып алды да, қойшы деді. Мынаған сен былай етеді, мынаған сен былай етеді. Не істеу керек деді? Қойшы деп жинап тастады. Тура сол сияқты болып жүр біздің қазір көптеген адам. Бір күні мешіттің ішінде спорласқан ғой. 2-3 жамағат, 2-3 адам, мынау болмайды, сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс емес, сенікі дұрыс, менікі дұрыс емес деп. Әйтеуір не керек? Қырғын болған. Қырғын болғанда далаға біреу мешітке кетсе, далада біраз адамдар тұр екен. Біразы біреу тұр екен. Несін десе, мен періштемін депті. Осы мешіттің ішіне байланған періште, не далада тұрсын десе, мыналар спорласа бергеннен кейін қуып жіберді депті. Аналарға айттым депті, мен періштемін, одан ары шық деп айтты бір қырылып. Сол сияқты бізде анау спорласа берген сенікі дұрыс, менікі дұрыс емес, менікі дұрыс деген. Бұл аңду болды да бір-бірімізді, бұл жақсы нәрсе емес. Бұның қайыры да, берекесі де, шарапаты да жоқ дүние. Сондықтан олай жасамаңыздар. Біз қайта намаз оқығанына риза болуымыз керек халқымыздың, шынын айтсам. Өйткені сол совет үкіметінен көрген қорлығына қарамастан, сондай нәрсеге қарамастан намаз оқып, ғибадат жасап, намазын тастамай жүрген адамға қайта қамқоршы болып бата берудің орнына біздікілер жан жейміз, сенікі қабыл, менікі қабыл емес, сенікі қабыл, менікі қабыл емес деген мәселе. Сондықтан бұл жақсы нәрсе емес. Қабыл болсын. Футболкамен болса да оқи беріңіз. Енді мешітке барған кезде мешіттегілер кішкене имамдар футболкаға тиіседі, анаға тиіседі. Енді, конечно, шорт трусый майкамен барып жүрме, енді бала деген деп. Бірақ десе футболка деген түсінікті ғой, енді бола береді.